Қайырлы уақыт, сіздермен Ақмарал. Бүгін қазіргі таңда хит болып жатқан мраморный печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Құрамы өте қарапайым, үй жағдайында кездесетін ингредиенттермен жасалынады. Ал онда бисмиллах деп кірісейік. Ең бірінші ыдысымызға ұнымызды саламыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін описание бөлімінде толық жазып қалдыратын боламын. Қант ұнтағын қосамыз, яғни сахарная пудрамызды. Келесі кезекте какаомызды қосамыз. Какао мен Рахат фирмасының какаосын қолданамын. Разрыхлителімізді қосамыз. Құрғақ массамызды жақсылап араластырып аламыз. Осылай қасықтың көмегімен немесе венчикпен араластырып алсаңыз болады. Келесі кезекте бізде сары май қосамыз. Сары майыңыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы шарт. Және пайызы 82,5 болғаны дұрыс. Майымызды салғаннан кейін қолдың көмегімен немесе осылай қасықпен жақсылап үгітіп араластырып аламыз. Шай қасықпен кішкене тұз қосамыз. Және де 2 жұмыртқамызды бөлек ыдыста осылай жақсылап араластырып алып, құрғақ массамызға қосып, қамыр илейтін боламыз. Аздап қасықтың көмегімен араластырып алғаннан кейін мен қолмен иледім қамырды. Қамыр өте қолға жабысқақ болады. Біз дайын қамырды пакетке салып, холодильникке 1 сағат тындырып қоямыз. Міне қамырымыз жаңағы айтқандай осындай жабысқақ болады. Пакетке салып 1 сағат холодильникке жібереміз. Біздің печеньеміздің қамыры 1 сағат холодильникте тұрды. Енді біз печеньеларымызды формалайтын боламыз. Осылай қолмен бөліп алып, грек жаңғағының көлеміндей етіп, домалақтап, қант ұнтағына аунатып, пергамент төселген листке саламыз. Печеньеларымыздың арасы алшақ болған дұрыс. Пісу барысында печеньеларымыздың көлемі ұлғаяды. Ескертетін жайт, біз печеньемізді формаламай тұрып, духовкамызда 190 градусқа қосамыз. Печеньемізді формалап болғанға дейін қызып дайын тұрады. Мені көріп тұрғандарыңыздай холодильникте тұрғаннан кейін қамырымыз қолға жабыспайтын болады. Міне мен печеньеларымды аяқталғалы жақын қалды аяқтауға. Бұл печеньені бар жоғы духовкада 13 минут қана пісіреміз. Одан артық тауға болмайды. Міне біз духовкамызға салуға дайындадық. Духовкада пісіп шыққаннан кейін 15 минут листте қалдырамыз. Ыстық листпен толық пісіп печеньеміз дайын болады. Ас болсын, рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.